бүгінгі міне Мақатаев тірек орта мектебінде білім берудегі өзгерістің 1000 көшбасшы жобасы аясында кадр резервіне өткен көшбасшылармен кездесу кеші өтті. 2024-23 оқу жылдарында осы кадр резервіне өткен көшбасшымыз қазіргі таңда 2 мектепте директор лауазымы қызметін атқарады. Биылғы оқу жылында Ахмет Байтұрсынов атындағы мектеп гимназиясының тәрбиеші жөніндегі орынбасары осы кадр резервінен өтіп, қазіргі таңда директорлық орынға тағайындалу жоспарлануда. Бүгінгі кеш кадр резервшілерінің өздерінің жоба аясында өткен тәжірибесімен ғана емес, шақырылған ұстаздарды да Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен құттықтаумен өткен болатын. Сіздердің барлықтарыңызға жұғысты болсын. Осы біз үзеңгілес болып келе жатырмыз ғой. Ортаға шыққан тәтелеріміздің марапатқа жете беріңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тәуелсіздігіміздің көк байрағы желбірей берсін. Жалпы білім саласындағы өмір жолым, қызметім осы 2011 жылы жоғары оқу орнын бітіріп келгеннен кейін аудандық білім бөліміне жай ғана тәжірибеден өтуші маман ретінде қалыптасқан болады. Сол кезеңде жастар отанға лагерінің қатысушы болып, жас көшбасшы номинациясын жеңіп алған едім. Мінекей, содан кейінгі тура бір мүшел 13 жылдан кейін мемлекетіміздің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының бастамасымен басталған осы бір тамаша жоба білім саласындағы 1000 көшбасшы жобасына қатысып, бүгінде кадр резервінің түлегі атанып, қазіргі уақытта сол жобаның арқасында бір мектептің басшысы қызмет атқарудамын. Бұл жоба көптеген білім саласындағы қызметкерлерге өзінің есігін аша отырып, көптеген мүмкіндіктер ашқан болатын. Осы жобаның арқасында көптеген білім саласында ондаған жылдар бойы қызметке жасап келе жатқан оқушы жөніндегі орынбасарлар, жалпы директорлардың орынбасарлары, жоғары білікті педагогтар басшылық қызметке деген ұмтылысын көбейткен болатын. Себебі бұл жобаның ол қызметкерлерге беретін мүмкіндігі мол болып табылды.
бірінші кезекте бұл жобаны оқып бітірген қызметкерлер ешбір конкурссыз директорлық қызметке тағайындалуға мүмкіндік алды. Одан кейін кезекте ешбір аттестаттау салаларына өтпей-ақ бірден бірінші санатты басшы біліктік санатын алуға мүмкіндік алды. Бұның барлығы осы бір салада ерекше серпін беріп, білім саласын дамытуға деген өз үлесін қосты. Яғни білім беру мекемелерінің басшыларына білікті, жаңашыл, креативті басшылардың келуіне өз септігін тигізген болатын.